Инжилде Иса пайғамбардан жұмақ туралы сұрағанда, ол әкемнің үйінде тұратын орын көп деп жауап бергені айтылады. Бүгін жұмақ туралы өз түсінігіңізді бізбен бөліссеңіз бола ма? Жұмақ па? Я. Жақсы, сіз жердегі жұмақ туралы айтып тұрсыз ба, әлде көктегі жұмақ туралы ма? Өлгеннен кейінгі жұмақ туралы. Өлгеннен кейінгі жұмақ па? Я, өтінемін. Менің түсінігімде өлгеннен кейін де жұмақ жоқ, өлгенге дейін де жұмақ жоқ. Біз жұмақты өзіміз жасаймыз. Егер біз өзіміз құратын, адамдар арасындағы қарым-қатынастан туындайтын бейбіт қоғамда, яғни жердегі жұмақта өмір сүрамасақ, онда өлгеннен кейін жұмақ болады деп үміттену өте ақмақтық. Тіпті ессіз ой. Сізге осы өмірде жұмақ құру мүмкіндігі берілген еді, бірақ сіз сол мүмкіндікті қабылдамай, одан бас тарттыңыз. Содан кейін өліп бара жатқанда Алла алданғандай болып, жарайды олар басқалардың өмірін тозақ қылса да, мен оларды жұмаққа кіргіземін деп айтады деп үміттенесіз бе? Ондай нәрсе болмайды. Бұл мүмкін емес. Бұл тек ессіз адамның арманы ғана. Жұмақ тек осы жерде, жер бетінде, өз қолымызбен жасалады. Тіпті тозақтың ортасында жүрсек те, біз жұмақтың аралдарын жасай аламыз. Жақсы адамдар барлық жерде дәл осылай жасайды. Олар осының сауабын осы дүниенің өзінде алады және нағыз тыныштықтың не екенін біледі. Олар асылдықтың мәнін түсінеді және өмір бойы жасаған әрбір жақсылықтары үшін марапат алып отырады. Олар көздерін тыныштықпен жұмалады. Өйткені олар жер бетінде Алланың құлдары үшін жұмақ жасағанын біледі. Сондықтан олар Алладан жаман нәрсе күтпейді. Өйткені Алла олардың өздерінен де аса мейірімді әрі аса рақымды. Ал бұл жұмақтың табиғаты қандай? Ахмадия мұсылман жамағатының негізін қалаушысы өзінің ислам пәлсапасының тағылымдары атты кітабында жұмақ пен тозақтың табиғаты туралы мәселені де кеңінен қарастырған. Бір қызығы, осы 96 жыл бұл кітаптың жарық көріп, алғаш рет Лахор қаласында түрлі дін ғалымдары қатысқан үлкен конференцияда баяндама ретінде ұсынылғанына тура 100 жыл толған жыл болып табылады. Сол конференцияда ғалымдарға 5 маңызды өзекті сұрақ берілген болатын. Оларға жауапты өздерінің жеке көзқарасына емес, өз діндерінің илляхи ілімдеріне сүйене отырып беру талап етілген. Бұл дәріс барлық қатысушылар тарапынан, оның ішінде тек мұсылмандар ғана емес, ахмадилер де емес адамдар болғанына қарамастан, ең үздік әрі ең көрнекті баяндама деп танылды. Қазір бұл кітап қайтадан жарық көруде. Егер бұл мәселені тереңірек түсінгілеріңіз келсе, мен сіздерге сол кітапты оқуға кеңес берер едім. Бұл еңбек ерекше назар аударуға лайық. Себебі Ахмадия қозғалысы әлемде әлі кең танылмаған уақытта Лев Толстой осы дәрістің ағылшын тіліне аударылған нұсқасын алғанды. Ол Ахмадияның Review of Religions журналында жарияланған болатын. Ол редакторға хат жазып, сіздердің журналдарыңызда бөлік-бөлікпен жарияланып жатқан бұл кітап бүкіл адамзат үшін аса маңызды екенін, мұндай еңбекті бұрын-соңды көрмегенін айтқан. Сондықтан оны кеңінен жариялап бүкіл әлемге таныстыру қажет деген. Өздеріңіз білетіндей, Лев Толстой Ресейдің ұлы ойшылы, ғылым-білім әлемінде жоғары құрметке ие тұлға болған. Бұл кітапта осы сұраққа жан-жақты жауап берілген. Қысқаша айтқанда, онда қазіргі физикалық әлем артта қалатыны, қайтадан дәл сол күйінде жаратылмайтыны айтылған. Ол өмірдің мәні жан түрінде дамиды. Әрі жан денеден бөлінгеннен кейін де өмір сүре алады. Ал жануарлар әлемінде бұлай болмайды. Олар әлі толық жетілмеген, жеткілікті деңгейге көтерілмеген. Сондықтан олар жердегі физикалық өмірінен кейін тіршілігін жалғастыра алмайды. Олардың денесі өлген кезде жаны да жоғалып, тарап кетеді. Ал адам жаны ақылымен және адамға Алланы тануға,
Сондай-ақ өзінен әлде қайда кең ұғымдарды түсінуге мүмкіндік беретін қасиеттерімен ерекшеленеді. Адам өткенді де, болашақты да ой елегінен өткізе алады. Кеңістікте миллиардтаған жарық жылдарына дейін ойша жетеді. Әрі тек кеңістікте ғана емес, уақыт бойынша да алға, артқа ой жүгірте алады. Осындай ерекше дамыған жанның болуы өделенген Мәсіхтің алейхиссалам айтуынша белгілі бір мақсатпен жаралған. Мақсат жанды жаратушыға жақындату. Және жанның жаратушыға қайта оралуы міндетті нәрсе. Әрбір жан, мейлі ол жақсы болсын, жаман болсын, ақыр соңында өз жаратушысына қайтады. Егер сол жан осы дүниеде дұрыс, сау түрде дамыса, онда оны сау ананың құрсағындағы сау ұрықпен салыстыруға болады. Ол дұрыс жетіліп, анасы дені сау шымыр баланы дүниеге әкеледі. Осы 9 айдың ішінде ана да қуаныш пен қанағат сезімін бастан кешіреді. Ұрық та сол сезімді бастан кешіреді. Тек оны сөзбен жеткізе алмайды. Қазіргі медицина зерттеулер мен бақылау арқылы анықтағандай, құрсақтағы бақытты бала бұл сау бала. Ол қозғалады, тебінеді. Сол себепті кейде аяқ астынан бір жаққа тебініп кетеді. Анасы, ой, не болды деп, соған қуанып жатады. Ал денсаулығы нашар бала керісінше жатырдың бір жағына орналасып ауыртпалыққа айналады. Және ауырсыну мен азаптың көзі болады. Ана бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Ондай бала дүниеге келген кезде, ол бұрын жатырда болған кезінде болмаған санаға ие болады. Өскен сайын өзінің кемшіліктерін түсіне бастайды. Егер бала туа біткен ақаулармен дүниеге келсе, оның санасы артқан сайын өзінің қиналып жүргенін де тереңірек сезінеді. Әрине, мұндай жағдайлар сирек кездеседі. Және олардың басқа да себептері бар. Оларды түсіндіруге болады. Бірақ бұл адамға маңызды бір ой салады. Сен өз жаныңды қалай тәрбиелейтініңе жауаптысың. Егер сен жамандықта өмір сүрсең, рухани тұрғыдан сау болмасаң, онда жаның ақыретке өткен кезде ешқандай ләззатқа ие болмайды. Мұндай тозақ пен жұмақтың мысалы Ахмадия мұсылман жамағатының негізін қалаушысы тарапынан тағы да түсіндіріліп, бірнеше мысал арқылы көрсетілген. Ол былай дейді: егер адам сау, мықты, бірақ қатты шөлдеген әрі аш болса, оған салқындатылған жүзім шоғын ұсынсаң, бұл ол үшін жұмақ болады. Ол оған күш, дәм және дәл сол сәтте ең қажет болған салқын сергітуді береді. Ал егер адам сусызданудан өлім аузында тұрса, бірақ жүрегі қатты айнып тұрса, оған дәл сол жүзім шоғын ұсынсан, ол тіпті бір жүзімнің дәмін татқаннан гөрі өлімді артық көреді. Ол әкетіңдер бұны дейді. Өйткені оның көрінісінің өзі жүрегін айнытады. Екеуінде де бір нәрсе. Екеуі де мұқтаж. Екеуі де шөлдеген. Бірақ бір ғана нәрсе, біреуі үшін жұмақ, ал екіншісі үшін тозақ болады. Егер біз осы дүниеде өзімізді ақыретте таба алмайтын ләззат түрлеріне үйретсек, егер үйімізде Алланың есімі күнделікті айтылғанда Алла туралы ойдың өзіне жиіркенішпен қарайтын болсақ, егер Алла туралы ой жаза сияқты, ал дискотекаға бару мәңгілік қуаныш сияқты көрінсе,
онда өлгеннен кейін дәл сол нәрсе біздің тозағымызға айналады. Өйткені ол жақта дискотекада, қатты музыкада, сол секілді рахатқа батыратын ешбір нәрсе болмайды. Ал Алла жақындай түседі. Бұл дүниеде Алла бізге алыста сияқты көрінеді. Себебі біздің рухани қабілеттеріміз әлі толық дамымаған. Құранға сәйкес, адам қайта тірілгеннен кейін, оның жаны шын мәнінде жоғары деңгейге көтеріледі. Егер адам Алланы жақсы көрген болса, ізгілікті сүйген болса, адамзатты сүйген болса, және Алланың көркем сипаттарына ұқсас жақсы қасиеттерді сүйсе, онда ол өзін Аллаға жақын сезінеді. Сол кезде ол жұмақта болады. Өйткені ол тек сол игіліктерге жақын болмайды. Сонымен қатар олардан әлде қайда жетілген терең сезіммен ләззат ала алады. Қараңыз, аштық не істейді? Ол біздің тағамнан ләззат алу қабілетімізді күшейтеді. Оның бар істейтіні осы ғана. Ол қажеттілік тудырады. Ал аш болған сайын адам тағамнан соғұрлым көбірек ләззат ала алады. Сол сияқты, егер адам осы дүниеде жақсылыққа қатты ұмтылған болса, және кенеттен сол жақсылыққа жақындай түссе, әрі оның сол жақсылыққа деген құштарлығы күшейсе, және оған сол жақсылықтың жетіспегенін сезіну одан сайын арта түссе, осындай жағдайда ол кенеттен сол игілікке жақындағанда, оның сезініп қабылдау қабілеті күшейе түседі. Міне бұл жұмақ. Бірақ ол тек сезім түрінде ғана емес. Сонымен қатар бейнелер мен көріністер түрінде де көрініс табады. Түсімізде біз бақтарды көреміз. Түсімізде әртүрлі ләззаттарды сезінеміз. Кейде түс соншалықты анық әрі әсерлі болады. Тіпті көріп жатқан нәрсеміз шынайы өмір сияқты болып көрінеді. Уәделенген Мәсіх түс көрудің мысалын келтірген. Бірақ бұл тек адамның психикалық тәжірибесі ғана екенін айтқан. Егер түстер шындыққа айнала алатын болса, әрі Алла материяны жаратпай-ақ, тек рухани болмыс жаратып, оған жақсылықтан ләззат алу қабілетін бере алса, және сонымен бірге оған ағаштар, жемістер, бақтар сияқты бейнелер мен көріністер түрін берсе, онда бұл жер бетінде елестетуге мүмкін болмайтын жұмақ болар еді. Сіздер оны аздап болса да түсіне аласыздар. Ол сіздер үнемі іздеген ләззаттардың бір түрі болады. Бірақ сіздер одан еш қашан өз қалауларыңыздың ең шегіне дейін толық рахат ала алмағансыздар. Ал ол жақта сіздер оны толық табасыздар. Сіздер оны өз қалауларыңызға сай деңгейде аласыздар.